Я 3 жас деген біріңіздің миыңызға сыймайды, біріңіздің ойыңызға келмейді, біріңіздің тіпті түсінуге мүмкін емес деген шешім шығаратындарыңызды мен келсем. Енді адам баласын бір нәрсені айтып кетейін. Өмірде ең керектісі және ең өмірдің өмірлігіне өзін қабылдайтын кезең ол сенің 7 жасың, 7-8 жасың. Әрине 7-8 жастан кейін тоқтап қалмайды. Сынықшы болғандықтан айтайын, бірінші мүше дегенді көбірек есепке аламыз. Яғни мүше деген нәрсені жалпы сынықшылар көп есепке алады. Неге? Әрбір сүйектің шығуы, сынуы, шытынауы, бітуі, орналасуы, орнына түсуі, бұлардың бәрі мүшемен саналады. Жаспен саналмайды. Сондықтан мүше деген өте қатты рөл ойнайды. Атам қазақта бір мүшең деген сөзді бекер айтпаған. Бір мүшелі қызды бір үйдің анасы деп қабылдаған. Неге десеңіздер, жаңағы айтып отырған 7 жастан кейінгі бір мүшеге дейін сен көргеніңді, білгеніңді, ұққаныңды, түсінгеніңді, сезгеніңді, игергеніңді қалыптастыратын жас. Бір мүшеге дейін адам қалыптастырады. Бір мүшеден ары қарай ол сенің өзіңнің сол қалыптасқаныңды өмірге қолдануың болып саналады. Айта берсем, менің ішімдегі кереметтіліктерді сіздерге өте маңызды екенін білем. Бірақ уақыты енді жетті, жасымның уақыты келді, кемелденгенім анық болды, құндылығымды өте керемет өзімде құндандырғанымның уақыты келді. Өзімді өте керемет шыңдағанымның уақыты келді. Әр шыңдау арқылы қабілеттіліктерге асырып өмірге еркін қолдануға берілетіннің уақыты келді. Байсалдылығымның уақыты келді, табандылығымның уақыты келді. Әр басқан қадамында бір үлкен іс жатқанын анық жеткізетін уақыт келді. Басым енді әлбетте аспанға тіреліп жерге тиіп қалған жоқ, бірақ шынайылы адамзаттық тұлғалықтың уақыты келді. 3 жасымдағыны жазып шыққанда сіз тек қана менен бір әңгіме тыңдаған жоқсыз. Астарын білетін болсаңыз, оның астында керең дүние жатыр. Ол дүние сіздердің сыртқы өмірлеріңізге байланатын дүние емес, адам затында қайталана бермейтін, құндылығы маңызды, байсалдылығы жоғары, өмірге өзін шыңдап, қабілетке айландыруға үлкен үміт сыйлайтын кереметті дүниелер жатыр. Мен дүниеге байланғанды ұнатпаймын. Үй, машина, дүние бұлар, қаражат, тағы да ұсақ түйек, мен бұларды ұнатпаймын. Рухани дүниеге қатты мән беремін. Рухани дүниемнің толып тұрғанын постоянно бақылап отырамын. Барлық уақытта бақылап отырамын. Мен жай ғана бұл нәрселерге, сыртқы дүниеліктерге мен қызықпаймын. Оларды керек етем, тек қандай өмірімнің бір бөлшегінің құралы есебінде ғана. Ал өмірде ең маңызды керек нәрсе ол сенің атанаң және бауырың. Таптырмайтын нәрсе осы. Ал жолдас, перзент, ағайын, туыс бұл сенің өміріңнің бір бөлшегі болып саналады. Сондықтан сіздерде көп нәрсенің маған келіп, алдыма келіп айтқан кезде көбісі қате екенін түсініп отырамын. Ал енді менің ішімдегі жатқан тарих ерте басталған. Менің 2 жасымның өз көз алдымда. Менде емес бір қара балшық көзіме түседі, сол қара балшыққа топ еткен бала көз алдыма келетін. Ертелекте. Сонда мен анам тірі кезде сұрап алам, мама, мен сондай нәрсе көз алдыма келеді дедім. Сен кішкентай кезіңде өзімнен кейінгі сіңлімді Бақаш деп айтып, соны коляскадан сырғытып, қара балшыққа түсіріп алғансың дейтін. Деп мен. Міне бұл 2 жасым екен. 1,5 жастан бастап 2 жас пен 3 жастың арасы. Себебі ол 82 жылы дүниеге келген ғой, сонда соның
6 айлық 7 айлық кезінде ғой енді коляскаға салатын уақытың сол уақыт қой енді. Көп нәрсені қозғап шығарсам, сіздер менің табиғатымдағы жасалынып жатқан еңбекті растайтындарыңызды мойындаймын. Енді уақыты келе шығады, бұның бәрі жасырын түрде қалмайды. Кешегі 3 жастың өзі сыртқа шығуға піскен екен, дайын болған екен, еркін шықты, емін шықты. Сіздерге керемет бір жазба болып шықты. Әрине оны қайдан оқимын десеңіз, мына YouTube каналымды көріп отырған оқырман инста парақшамнан көре аласыз. Мінекей, бұл нәрсе әрбір адамзаттың басында бар нәрсе, бірақ адамзат оны түсіне алмаған жағдайда болуы мүмкін енді. Мінекей, 5 жасымда да мен бір күн жазып шығам. Бұл 5 жасымда тіпті қыз балалыққа, әйел тұрғысына өте қатты маңызды болған, өзімде өткен бір тарих жатыр. Мен оны да бір күн жазып шығам. Әрине оны да айтам, жазып та шығам. Жазу мен жеткізу ол бір басқа. Оқығанда жатқа сақталады. Естіп отырған бір басқа. Сіз керек адаммен сөйлесіп отырғандай, өзіңізге керек нәрсені алатын боласыз. Қимыл әрекеті немесе сөзінен дегендей. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Қазір сіздерге жасап жатқан ем орталығым ашып Дала қуаты шипажайы деп Шымкенттен ашып, оны орналастырып, оны сіздерге ұсынып жатқаным рас. Енді бұл жердегі жасалынып жатқан еңбек, бұл жердегі жасалынып жатқан құндылық, бұл жердегі жасалынып жатқан кереметтік, бұл жердегі жасалынып жатқан әрбір Алла алдындағы себепшіліктер ол менің ішімдегі. Сонау бала кезімдегі ата-ананың денсаулығы, ата-ананың орны, ата-анаға деген ата-ананың қамқорлығы, ата-ананың тірегі. Міне, ең бірінші осыдан шыққан дүниелер. Екінші, әкенің жақсылығы жездедей ақ деп, әкенің құндылығын көріп, біліп, түсіне білудің өзі оңай шаруа емес. Міне сол құндылықты сақтап, қыз болсам да өмірге алып келгенімнің кереметтілігі жатыр. Мен ес білгеннен анамның 2 тізесінің ауыратыны менің тіпті көз алдымда. Соңы келіп, анамның арбаға таңылғаны, бұлардың барлығы сіздерге бір өткен өмір секілді болуы мүмкін. Бірақ бұның астында үлкен шыңдалу жатыр, құндалу жатыр, байсалдылық жатыр, табиғаттық жатыр. Алла бойыма тіпті үлкен қасиеттер берген мойындаймын, бірақ сол қасиеттерді осындай ата-анаға деген мұқтаждықпен, олардың қамқорлығы, олардың тіректігінің арқасында шыңдағанымды мен толығымен терең жеткізе аламын. Міне осындай кереметтіліктердің арқасында қазір сіздерге ем орталығын ұсынып отырмын. Неге мен Шымкент қаласынан аштым? Неге мен басқа қалаға барып, Астанада болдым қаншама? Астанада да мен 2 коттедж жалдап отырып жасадым. Алматыда болдым, Алматыда үлкен коттедждерде жұмыс жасадым. Неге мен именно келіп Шымкент қаласында тоқтадым? Негізі кіндік қаным тамған жері Шардара. Яғни өзімнің кіндігімнің ашылған жеріне барайын. Сол жерге тұрақтанайын. Қайта баратын жеріміз бір тамшы әкенің сідігінен ананың құрсағына түсіп өмірге келгеніміз болмаса, бәріміздің баратын жеріміз бір қара торпақ қой. Яғни қара жер ғой. Содан асып кетпейін, құндылықты сақтағанымда не болды? Маңыздылығымды арттырғанда не болды? Қадірлігімді сақтағанымда не болды? Шынайылығымды көрсеткенімде не болды? Өзімнің кіндік тамған жерімді қастерлемейтін болсам деп мен келген болатынмын. Әлхамдулилля, өкінбеймін. Бұл жаққа келіп, өзіме үлкен сұрақ қойдым. Өзім осы жақта туып өскенімен, менің көзқарасым, менің ойлау қабілетім, менің түйсігім, менің даналығым, даралығым,
қайталанбайтындығым, тұлғалығым, кемелденуім бұл оңтүстіктің менталитетіне былайша айтқанда көп келе бермейді. Себебі менде шынайылық деген нәрсе. Мен шынайы болған жақсы көремін. Осы отырғандарда мен сіздерге бір бетімді бояп немесе бір киімді нетіп отырғаным жоқ. Мен барынша шынайы болған жақсы көремін. Ісімнің де шынайы болған жақсы көремін. Келген адам маған келген кезде мейлі ем орталығына келіп ем алсын, рухани сабақтарыма келсін, терапияма келсін. Мен психотерапияны ерте бастағанмын ғой. Психотерапиялық жұмысыма келсін, немесе менің 1 сағаттық консультацияма келсін. Ол адам мен алдыма келгенде өзінің еркін өмірдегі кішкентай бір сызығын біліп кеткенді қалаймын. Әрине мен адамның қабылдау уақытына қараймын, түсінуіне қараймын, уақыт беремін бәріне. Себебі уақытпен серіктес болмасаң, сен өмірде өзіңнің керегін таба алмайсың, өз-өзіңе шынайы бола алмайсың. Менде осы нәрсенің барлығын мен ерте өзімде шыңдағам. Қазір қабілеттілігімді еркін қолданып жүрмін. Альхамдулилля, Аллахтың құдіреттілігі, сөзімнен асып кетпейін, бөліп те кетпейін, сіздерге шашырап та кетпейін. Сіздер менің қазір әрбір тіктеуімнен өздеріңізге бір нәрсені алып жатқандарыңыз білемін. Мәселен, ем орталығыма келіп, 10 күн жатқанда менің басқан қадамымды, жүрген жүрізімді, сөйлеген сөзімді, шынайы бейнемді, байсалдылығымды, менің жандарыңызға барғандағы лебімді, екалаханымды, әрбір нәрсемді, берген асымды көріп кетіп жатсыздар. Мен берген асымды өзім қалай не ішсем, соны сіздерге беріп жатырмын. Мен басқа артық нәрсе беріп жатқаным жоқ. Бұл енді әрбір адамзатта қайталана бермейді. Бұл жалғыз келеді, және ана өзін дұрыс тәрбиелеген болса, әрине ұрпағында қалдырады. Тектілік деген нәрсе осы. Енді мен тектілікпен қызмет жасап келе жатырмын, себебі мен әкемнен қалған дүниені жаңғырттым. 7 ата-бабамдағы орындай қалмай қалған істерді, әрекеттерді қазір жаңғыртып, жақсартып отырмын. Менің қазір сіздерге жазу жазып жүргенімнің, кітап жазып жүргенім, ол менің ата-тегімде шешен кісі болған. Сол шешендікті жаңғыртып жүрмін. Әкемнің сынықшы болғанын, сіздерге үзбеші болғанын, баяғы сөзбен айтқанда, мен қазір массажбен жасап жүрмін. Рухани дүниемнің кеңдігін, сіздерге байсалдылығымды көрсетіп жүрмін. Себебі әкемнің анасы өте байсалды кісі болған. Әкемнің айтуы, енді одан ары қарай мен әкемнің айтуларынан ғана білемін ғой. Апамның әкем қарындасы, өзі әкем 2-ақ кісі болды, анам да 2-ақ кісі. Барлығы да өмірден өтіп кетті. Себебі мен әкемнің 50 жасында, анамның 29 жасында дүниеге келген. 50-де ел жаңа деп, сол әкемнің жаңарған кезінде дүниеге келгендіктен дара шығармын деп ойлаймын, дана шығармын деп түсінемін. Мендегі әрбір нәрсе қайталанбайтынын білемін. Адамзат оны қайталай алмайды. Енді оның корпустарын алып кету мүмкін, бірақ ішімдегі құндылықты олар қайталай алмайды. Мен бала-шағамда оны 100% қайталамайды. Олар менен асуы мүмкін, құндылықтарын, маңыздылықтарын астыру мүмкін. Бірақ енді менің нәрсемді қайталай алмайды. Ол енді айқыннан анық нәрсе ғой сіздерге. Міне осы нәрселерді мен қазір өмірге қолданып жүрмін. Енді массаждан аздап сырылып, өзіме уақыт арнап, рухани дүниеге көп мән беріп жатырмын. Әрбір адам үйінде отырып та менен онлайн түрде сабақ алып, өзінің рухын көтерсін. Әсіресе әйел кісінің рухы биік болатын болса, вау, кереметті мен айтып жеткізе алмаймын сіздерге. Әйелдің рухы биік болған кезде, әйел өзіне шынайы болады. Шынайы болған кезде, ол өзінің өмірге келген орнын біледі. Ол орнын білген кезде, әрине, ата-анасына үлкен, өзі тірек болады. Ол қыз болса да, бауырларына тағы тірек болады. Құдай берген қосағы жолдасына үлкен кеңдікті ашады. Өзі өмірге әкелген ұрпақтардың керемет тірегі болады. Ананың негізі сыртта жұмыс жасағаны емес, үйде отырып өзінің өзі, мына сіздер көріп отырған мына кеуденің іші, яғни мына омыртқаны, мына кеуденің іші, біле білсеңіздер, мынандай труба болады. Осындай труба болады мынандай. Осы трубаның ішінде әйелдің
шынайылығы жатыр, байсалдылығы жатыр, тұлғалығы жатыр, даналығы жатыр, қабілеттіліктері жатыр. Өз өмірге әкемесе де серік болған жолдасына шейін беретін, ұрпағы былай тұрсын, еліне беретін керемет құндылықтары жатыр. Жұртына беретін құндылықтары жатыр. Табиғатында өзіне сыймайтын керемет күштері жатыр. Мен осылардың бәрін игерген жанмын. Қазір ақырында қабілеттілігімде алдыма келіп жатқан, сұранып жатқан адамдарға онлайн болсын, офлайн болсын ұсынып жатыр. Міне, осындай керемет нәрсенің әйелдің ішінде жатқан әйел көбісі білмейді. Олар аласапыран әртүрлі нәрсеге түсіп кетеді. Ал осы құндылықтың бәрін шыңдап қабілетіңізге айландырып, өзіңізге шынайы болғанда, өмірде өмір сүрудің еш салмағы жоқ екенін түсінетін боласыз. Әрине, сіз өзіңізге шынайы болғанда өміріңіз өзгереді. Өзгергенде ол жерде ұрыста болады, тартыста болады, керісте болады, жоқшылықта болады, баршылықта болады, мұқтаждықта болады. Бұның бәрі кетіп қалмайды. Бірақ сіз өз-өзіңізді шынайы таныған кезде, сіз осылардың бәрін орнымен түсінетін боласыз, орнымен қолданатын боласыз, және орнымен осы нәрселерге себепші бола алатын боласыз. Әрине, өз отбасыңызбен, ұрпағыңызға орнымен осы нәрсенің кереметін игеретін боласыз. Енді мен жайлап массаждан сырылып, өзімнің ішімде тап осы болғанда, бір ғана емдік саласының өзінде 14 түрлі дүние бар. Қазір соның 7-8-ін ұрпақтар, шәкірттерім қолданып жатыр. Әрине, мен 14-ін өзім бір адамға пайдаланатын болса, олар енді менің бір күшімді ғана, 14 түрлі күш тұр ғой енді ішімде, тап қазір. Бір ғана массаж саласының өзінде. Ол өте маңызды, өте құндылықты, өте адамзатына керек нәрсе. Соның қазір 7-8-ін шәкірттерім қолданып жатыр. Енді бәрі менің 14 түрімді бір-біреуден қолданып жатыр ол. Бәрі мен оны игереді деп айта алмаймын. Әрқайсысы бір күшімді қолданып сіздерге ұсынып жатыр. Мен разымын шәкірттеріме. Аллах тағалам сондай, өзім қандай шәкірт сұрасам, соны маған жеткізіп жатыр. Осы соңғы келген қызым, енді биотогын көрген кезде, өзімнің ішімнен шығатын ыстық биотокты көрген кезде, мас болғанымды айтып жеткізе алмаймын ана қызға. Оның сабырлылығын айтып жеткізе алмаймын. Оның таза тақуа екенін айтып жеткізе алмаймын ол қыздың. Жасандылығы жоқ екенін айтып жеткізе алмаймын. Енді сол ыстықты көргенімде, Алла, саған сансыз шүкір, бердің-ау дедім. Табиғатынан ыстығы шашырап тұрған адамды бердің-ау. Енді осы ыстықтығыма мені бөлдің-ау, деп тағы да рұқсат еттім. Айта берсем дүнием деген жетіп, сіздің шаш етегіңізге жетеді-ау, уақытыңыздың қаншамасын алынады-ау. Бірақ енді бұның бәрін бір видеоның ішіне немесе бір жазуының ішіне сыйдыру мүмкін емес. Ақырындап шығаратын болам. Сіздер оқисыздар. Әрине, оны оққан кезде, тыңдаған кезде сізде бір кішкентай үміт ашылады. Осы кісіге барайыншы, осы нәрсемді тарқатайыншы. Мүмкін менде білмей жүрген болармын, таппай жүрген болармын өзімді. Мына өмірге не үшін келдім? Менің қызметім не деген нәрсені де ұқпай жүрген боларсыз. Сол себептен сіз өзіңіздің шынайылығыңызды білмей жүрген боларсыз. Жалпы шынайы болу деген өзі қандай, оны қалай жасау керек дегенде сізге ой түйіндейді, мен оны білем. Әрине, бұлармен маған жеке келу керек боласыз, немесе менің топтық жұмыстық терапияларым болады, сол жаққа келу керек боласыз. Енді мен сол жаққа қарай шығып жатырмын. Мен енді бір жағынан мынау мемлекеттік жақтағы шарттарға әрине бағыну керек. Мен бәрін білем деуде болмайды. Ол жаққа да сен кішкене өзіңнің бағындыруың керек болады. Сол себепті қазір психотерапиялық жұмысты мен 24 жасымнан бастап келемін. Мінекей қазір 20 жыл болды. Себебі бойыма Алладан берілген көріпкелдік басым.
Алладан берілген сынықшылық басым, Алладан берілген тамырды түсіну, сіңірді түсіну, етті түсіну, сүйекті түсіну, оның барлығы сынықшылықтан кейін шығатын дүние ғой. Бұның барлығы Алладан беріліп, оны шыңдалып, қазір қамқорлығыма, құндылығыма қолданып жатқаным, қабілеттілігіме шығарып жатқаным рас. Бұның бәрі қайталанбайды. Қайталануы мүмкін емес. Өйткені адам бір адамға береді ол нәрсені. Бір адамға үйіп төгіп береді, сол тұлға менмін. Көпке кетпеймін, асықта кетпеймін, оны тек растаймын. Алла алдында, адам алдында емес әрине. Мінекей, осы дүниемнің барлығын қазір шәкірттерге үйретіп жатырмын. Психолог мамандарын даярлап жатырмын. Неше түрлі маман саласының адамдарын, маман саласы, яғни өзі маман болып келген, бірақ соның нағыз маманы ма, нағыз мамандыққа қалай түсу керек екендігіне мен қазір адамдарды дайындап жатырмын, оқытып жатырмын сабақтарым алып. Өзім сол жаңағы мемлекеттік тараптық шарттарға тура келу үшін қазір 6 айлық международный психологиялық диплом алу үшін оқып жатырмын, онлайн түрде оқып жатырмын. Бір қағазға бола. Енді Алла бойыма берген нәрсені жасыра алмаймын ғой әрине. Асып та кетпеймін мен. Құранды толығымен оқып шықтым, бірақ жаттағаным жоқ. Олардың оққанда тек судыратып оққан жоқпын. Әрбір Құрандағы сүрелердің және әр сүренің ішіндегі аяттарына, аяттың аудармаларына өте қатты мән беріп оқып шықтым. Себебі сен өміріңдегі болған нәрсені өзіңде дұрыс қабылдап, оны өмірге дұрыс қолданып, оны қабілетке дұрыс шыңдап және қабілетке дұрыс шығару ол үлкен жағдай. Сол себепті жан-жақты болу керек. Енді осы жан-жақты күшті игерудің өзі Алла берген екен. Шүкір, оны да игеріп жатыр. Енді менің арнайы психотерапиялық адамның өзімен шынайы болу, өзін өзі тану, өзінің орнын білу, өзіне тыныштық сыйлау, өзін өмірде қандай маңызды жан екенін білу, жалпы өзінің қызметін білу, өзіне шекараны дұрыс ұстау, яғни өзіне өзі мұқтаж болып, өзінің уақытымен серіктес болуға мен қазір сабақтар шығарып жатырмын. Сол сабақтарымды арқылы адамның өмірге деген құр келіп кетпеу керек жолына себепші болуды дайындап жатырмын. Оның ішінде әрине әрбір адамға жеке терапиялық жұмыс жүреді. Себебі адамның өзі білу керек қой орнын. Ана басында айтып кеткен 7 жасқа дейін, 13 жасына дейін болған өміріндегі жағдайларды адам өзі білсе де, бірақ одан шыға алмайды. Өйткені ол кейбір адамға тіпті бөтен жағдай болуы мүмкін. Міне осы жақтарға мен қазір сабақтар дайындап жатырмын. Ол топтықта өтіледі. Зумда топтықта өтіледі, жекеде өтіледі, шамасы жетіп жатса әрине. Сосын арнайы платформада да өтіледі. Сіздер оны Instagram парақшам арқылы біле білсеңіздер болады. Немесе төменге WhatsApp номер қалдырамын өзімнің. Сол WhatsApp номерім арқылы біле білсеңіздер де болады. Қазір мен массажға шәкірттер дайындап жатырмын. Психологтар дайындап жатырмын. Әртүрлі маман иелерін қайтадан шыңдап, өзінің мамандығының таза тұлғасы болуға, мамандығы болуға, маңыздылығын алып шығу, құндылығын құндандыруға мен оған арнайы қазір мамандар дайындап жатырмын. Оқытып жатырмын жалпы айтқан уақытта.
Мінекей, осындай дүниелерді бұйырса енді кеңірек ауқымды көлемде алып шығамын. Сіздер оны көре алатын боласыздар, қолдана алатын боласыздар. Жалпы айтқан уақытта өмірге шынайы өмірлік сүруді, шынайы болуды біле алатын боласыздар. Енді кереметін айтып жеткізе алмаймын. Шынайы деген сөздің өзін менің даусымнан ақ біліп отқан болып тұрсыз, боларсыз. Шынайы дегенде күлімсіреуімді, шынайы дегенде жүзімнің жарқырауын, шынайы деген кезде сенде сондай бір күш пайда болатын, сіз өзі отырғаннан ақ, сөзінен ақ біліп отырған боласыз. Себебі шынайылыққа жететін ештеме жоқ. Ештеме жоқ. Мынау сенің сыртқы дүниең, алтының, күмісің, машинаң, үйің, өмірлік жаңағы болып жатқан нәрсенің барлығы дүниеліге, твоюсың ғой, ешқайсысы баса алмайды. Ал ішіңнің шынайы болғаны, еш нәрсеге мұқтаж болмайсыз. Не нәрсені сұрайсыз, сол уақытта орындалатын қалыпқа жетесіз. Тек уақытқа серіктес болып күту ғана керек болады. Әрине уақыттан озып кете алмайсыздар. Уақытқа серіктес болып өзіңіз үйренетін болсаңыз, айтып жеткізе алмаймын мен сізге. Оның кереметтігі. Мінекей, осымен сөз түйінін қорытындылайын. Әлде менің талай ютубқа ақпараттарым шығады, сізге керемет пайдалы заттарым шығады, дүниелерім шығады, құндылықтарым шығады, маңыздылықтарым шығады, қабілетім шығады, керемет нәрселер енді шығады. Уақыт енді жетті. Аллаға тәубе, Аллаға мыңда бір тәубе, шүкір етемін. Шүкірлікті сыртымнан емес, шынайы ішіммен шүкір етемін. Менің қазір шүкір еткенде сіз менің ішкі сезімін сезіне алмайсыз. Ішімде сондай бір бір нәрсені көрген кезде денеңіз түршігіп кете ме? Немесе сондай бір сезім бола ма? Сондай түршігу ішімнен шынайы болып шығады, шүкір еткен кезде. Сіздер сыртпен шүкір ете саласыздар. Тәубе еткен кезімде көкке бірақ шыққым келеді. Сол аспанға бірақ шығып кеткім келеді тәубе еткен кезімде. Айтып жеткізе алмаймын мен тәубе еткен кезімде кереметтілік сезімдерімді. Себебі жаңа басында айтып кеттім ғой, 3 жас деген. 3 жастағы болған нәрсеге ешбір сынбай, жыламай, еңіремей, әбіржімей, осынша құндылыққа алып келіп, шыңдап, құндылыққа алып келіп, қабілетке қолдану деген ол сізге енді бір оңай нәрсе емес шығар, енді түсініктеріңізге. Сондай нәрсені алып шыққан кезде, тәубе деген кезінде, мен айтып жеткізе алмаймын. Бір елі көкке төбем жетпей тұрады. Ал енді құндылығымды, маңыздылығымды, байсалдылығымды, кемелденуімді, бұларды тануым ол бір басқа ғой. Бұларды танған кезде алдымда 1000 сан кітаптың көлемі көз алдыма келіп тұрады. Бұйырса мен өзімнің библиотекама ниеттеніп жатырмын. Өзімнің библиотекамды ашып шығуға ниеттеніп жатырмын. Ол тек қана өзімде емес, бүкіл Баянның библиотекасы деген, яғни кітапханасы деген нәрсеге шұғылданып жатырмын. Мінекей, бұл нәрселерді сіздерге айтып жеткенмін. Ал енді дара тұлға, қайталанбас тұлға, дана тұлға, ұстаздық тұлға, ал ең маңыздысы Алланың құралы болған тұлға болу. Үш жасымнан бастап алғанымда 41 жылғы тарихым, өмір тарихым. Ешбірі құнсыз болып қалмаған екен. Енді есептей беріңіз. Енді 41 жылғы тарихты жазып шығу, айтып шығу, оны қабілетте адам затына үйрету
шәкірттік шығару деген біліп отырған шығарсыз, оңай дүние емес екен. Ең маңыздысы шынайы шыңдау осына. Және оны шынайы қабілеттікке алып шығу. Мінекей. Сол себепті мен мақтанбаймын. Мен деген сөзімнен сіздер мақтанып отырсын деген түсінік келетін болар. Мен деген нәрсе негізі Аллаға бір табан жақындаудың белгісі. Мен өзім, Алла өзің айтқан, бірінші өзің, ол Құранда бар, хадистерінде бар, аяттарда бар, сүрелерде бар. Бірінші өзің, сосын өзге. Егер бұл қате болса, ол Құранға түспес еді. Мінекей, мен деген сөздің өзінен сіздер қорықпасаңыздар болады. Менмендікке барып қалуға. Мен дегенді дұрыс қолдана білу керек. Онымен шынайы болу керек. Мінекей, сонда сіз адаспайсыз. Ал оқырманым, жарты сағат тыңдасаң, жаның рахаттанып қалғанын мен сеземін. Сен маған көрінбесең де. Құлағыңның құрышы қанып қалғанын мен сеземін. Сені мен көрмесем де. Өшкен отыңа кішкене жалын пайда болғанын мен білемін. Сені мен көрмесем де. Қуыс кеудеңнің ішінде жараланған жараға кішкентай жан біткенін мен сеземін. Мені сен көріп тұрсың, сені мен көрмесем де. Ал оқырман, 1045 басыңнан үлкен болған күшті кішкентай таратқаныңды түсінемін. Мен сені көрмесем де. Кеудеңді қысып, екі иығыңа зіл болған ауырлықты аздап босатқаныңды сезінемін. Мен сені көрмесем де. Ішіңді түйіп, омыртқаңды еңкейтіп, жамбаспен жауырыңнан тесіп, екі қол екі аяғыңды қысқан күштерді кішкене босаттың, мені тыңдап. Сені мен көрдің, мен сені көрмесем де. Алла әр қайсыңызға осы бір видеомнан толығын бермесе де кішкентай бір шам шырақты жаққанын толық мойындаймын, себеп еткенін мойындаймын. Бекер тыңдаған жоқсыз, бекер мені көріп отырған жоқсыз, бекер мені естіп отырған жоқсыз, бекер мені өзіңізге таңдап отырған жоқсыз. Мен себепші болдым. Алла қабыл етсін. Бүгін өзі жұма күні екен. Бүгін жұма күні 2026 жылдың 12 июлі сағат 9-дан 37 кетті. Таңғы уақыт. Алла солай керемет күш берді. Мен сізге бір шамасын жеткердім. Қабыл алғайсың. Бүгін жұма күндегі. Бүгін сенің жаныңды бір қадамға көтерді Аллах. Мен оған сенемін де, растаймын да. Себебі әрбір сөзім кітаптың бетінен емес, бір жерден оқып алған емес, сонау сүйегімнен, одан етіме түсті, етімнен тамырыма түсті, тамырымнан қаныма келді, қанымнан мүшелеріме келді, мүшемнен барып жүрегіме түсіп, жүрегімнен санама құйылып, сосын аузымнан шығып отыр. Бірден сыртына шыға салған жоқ. Мінекей, оқырманым, сондықтан сіз тебіренбеуіңіз, ұқпауыңыз, түсінбеуіңіз
қабылдамауыңыз ол мүмкін емес. Мейлі сіз қазір дайын болуыңыз мүмкін. Дәл қазір қорыта алмаған болуыңыз мүмкін. Тап қазір өзіңізде ол нәрсені сезіне алмаған болуыңыз мүмкін. Бірақ уақытпен серіктес бола отырып бұл нәрсе сізден шыңдалатынын мен толық білемін. Түсінемін де, және ол менің тәжірибелерімде болған нәрсе екенін мен анық сізге айта аламын да. Ал оқырман, қабыл алыңыз. Жан рахатыңызға қолданыңыз. Тек асықпаңыз. Аллах баршаңызды, барша халқымды, барша қазақ бауырымды, елімді, жұртымды, әсіресе солардың ішінде аналарымды, апаларымды, әжелерімді, жеңгелерімді, әпкелерімді, сіңлілерімді өзімен өзі шынайы болып, шыншыл өмір сүруді нәсіп етсін. Себебі ана ол бірінші өзіне керек, екінші отбасына керек, Құдай қосқан қосағына керек. Ең ауыры ананы еш уақытта Аллах балаларымен сынамасын, перзенттерге керек. Сондықтан рухыңызды биіктетуге күнде шыңдалыңыз деп айтамын. Алла баршаңызды өмір шыңындағы, шынайылықтағы ажаптықта нәсіп етсін. Сау, сәлеметте болыңыз. Енді мүмкіндігінше уақытым болып Алладан сұрап жатырмын. Күніге бір видеоны сіздерге айтуға, бір тақырыпты қозғап шығуға. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Бүгінгі жұма өте қайырлы, берекелі. Сұраған дұғаларыңыз, берген садақаларыңыз, ниеттеріңіз, амалдарыңыз қабыл болсын деп айтамын. Мен енді осы тұрғанда қазір осы видеомен тағы да Алланың құралдығын жасап шықтым. Себебі мені бір адам көрмейді. Қаншама адам көреді. Алла осы еңбегімді 7 ұрпағыма сауаптылықпен жазсын деп. Сау сәлеметте бол.